Өмір кейде бір тым қатал болып кететін секілді. Бұл әңгіменің кейіпкеріне өмірдің қатыгез болғаны соншама. Әңгімені жазуға батылым жетпей қаншама уақыт жүрдім. Өмірдің дауылды соққысына мойымай бақытқа жету жолында қаншама азапқа төзгенін естігенде жүрегім сыздап қоя берді. Біреуді көріп пікір етесің, біреуді көріп шүкір етесің деген сөз осыдан қалса керек-ті. Бұл бейбақ қыздың тағдырын естіп, өз күніме мың алғыс айтып көз жасымды бір сығып алдым. Мақсат қазіргі таңда Алматы қаласының тұрғыны. Отбасында 2 ұл болса, кенжесі ол Мақсат. Әке-шешесі өз қолдарымен тұрғызған баспанасын тастап кетуге қимай, өз еліне оралудан бас тартты. Ал Мақсат болса, өз еліне қоныс аударуға бел байлады. Мақсат жалғыз өзі келіншегі Айнұр екеуі өз еліне оралып, Алматы қаласына қоныстанды. Өте еңбекқор, тыным таппайтын бұл жас жұбайлар үй алу үшін аянбай еңбек етті. Сол кезде елбасымыз оралман қандастарымызға квота беретін. Алайда сол арзымас ақшаны қалтаға басып алған алаяқтардың кесірінен қаншама елін, жерін аңсап оралған жандар үй-күйсіз далада қаңғып жүрді. Мақсат пен Айнұрдың алданғандардың бірі еді. Тапқан табыстары ішіп-жеу, киім-кешек, пәтердің ақысынан артылмайды. Бір емес, бірнеше жерде жұмыс істеп, үй алу үшін еш аянбады. Тіпті бір пәтерде тұрса да бір-бірін көрмейтін кездері де болушы еді. Өйткені Мақсат түнгі ауысымда жұмыс істейтін алып шаһар Алматыда ешбір таныс-туыс жоқ болғандықтан қыдырып барар, көңіл сергітер ешбір жері жоқ. Екеуі де жұмыстан бас көтере алмайды, солай күндер өте берді. Бәлкім айтсам өтірік дерсіз, алайда Айнұр бейресми түрде жүктілігінің 9 айына дейін тынбай жұмыс істеді. Іші кішкентай болған соң босанар уақытының жақындағанын ешкім аңғарған жоқ. Соған қарамастан ешбір қиындықсыз сүп-сүйкімді қызды дүниеге алып келді. Есімін әкесі таңдап Шырайлым деп қойды. Өзбекстаннан енесі келіп бірнеше күн қарайласып кетті. Декреттік ақшасы, баласының жәрдемақысы осы күнге дейін жиған-тергенін бәрін жинап бір бөлмелі пәтерді сатып алды. Бұл әлемде олардан асқан бақытты жан жоқ секілдеді. Алайда не себеп болғаны белгісіз, Шырайлым 2 айлық болған сәтте жұбайлардың арасында қатты жанжал болды. Айнұр 2 айлық сәбиімен өлердей сүйген жарын тастап төркініне Өзбекстан еліне кетіп қалды. Соншама қиындықтан өтіп, енді ғана бақытқа жеткенде Айнұрдың неге бұлай еткені оқиға барысында айтылатын болады. Мақсат әйелінің артынан іздеп баруды ойына да алмады. Өзбекстаннан анасы Зәуреш келіп немере қызына күтім жасап жүрді. Балам, бұлай болмайды. Бала тым кішкентай, оған анасының сүті қажет. Сен бармасаң біз әкең екеуміз келіннің үйіне барайық. Қаншама еңбекпен келген мына үй әйелсіз тоз-тоз болып кетеді. Жоқ, бармаңыздар. Қызымды өзім өсіремін, оған барушы болмаңыздар. Тым құрыса не үшін кеткен айтсаң қайтеді? Туған сәбиін тастап кететіндей Айнұр безбүйрек емес еді ғой. Егер мен адам танитын болсам, ол мұндай іске бекерден бекер баратын адам емес. Не болғанын айтсаңызшы, деді. Мама, жетер енді. Егер қызыма қарауға қиналып жүрсеңіз, еліңізге кете беріңіз. Қызыма өзім қараймын. Сен қашан бұлай өзгеріп кеткенсің? Анаңа солай дөрекі сөйлеуге ұялмайсың ба? Сен үшін әкеңді жылы төсегімді тастап, шекара асып келгендегі естіген алғысым осы ма? Қайырымсыз надан болыпсың. Міне қызың, ал кәне қара. Мама, мен негізі деп кідіріп Зәуреш ұлының сөзіне құлақ аспай, түс ауа үйден шығып кетті. Шекара асып түннің бір уақытында үйіне келді. Әйелінің түнделетіп жүргенінен жолдасқан таңданып қалды. Әй Зәуреш, неге түнделетіп жүрсің? Не болды саған? Ана балаң әйелі кеткен соң жындануға шақ қалыпты. Келінді қайтармасақ болмайды. Сені үйден қуып шықты ма?
қуған жоқ. Мені үйден қуған жоқ. Оның әбіржеулі түрін, қызына қараған сайын көзіндегі өкінішін көруге жүрегім шыдамады. Келінге не істегенін айтпады. Біз араласпасақ бұл мәселе шешілмейді. Балаң өзі не деп отыр? Келінмен бірге жасаймын деді ме? Жасамай қайда барады? Таңертең келіннің үйіне барайық. Құда-құдағидің алдынан өтіп, келінді баламен табыстырайық. Келін байғұс сондай тәрбиелі жан. Оның бұл ісінің себебін еш түсіне алар емеспін. Жолдасхан мен Зәуреш келіндерін алып қайтатындарына сенімді болып құда-құдағиының үйіне барады. Алайда құдалары құшақ жая қарсы ала қоймады. Ұлдарының не білдіргенін естігенде ұяттан кірерге тесік таппады. Айнұр өз шешімін өзгертпейтінін нық сеніммен айтып, ата-енесін шығарып салды. Жолдасхан үйіне жеткенше ашудан жарыла жаздап әрең шыдады. Жеткен бойда әйеліне бас салып ұрса жөнелді. Балаң бізден жыраққа кетіп құтырайын деген екен, оған берген тәрбиеміз ауаға ұшқаны ма? Оның ісін дұрыс демеймін, алайда ол біздің баламыз. Оның ендігі өмірі не болмақ? Кіп-кішкентай сәби анасыз қалай өмір сүреді? Мен оған ескерттім емес пе? Кетпе дедім. Ол мені тыңдамай кетті. Ал ендеше өз қолымен жасаған қиындығымен өзі алсын. Оған бармайсың. Оның атын да атама. Иттей болып өз аяғымен қайтып келеді. Ойбай, жарық дүниеге енді ғана келген сәбидің күйі не болмақ? Балаң ол қызға қарай алады дейсің бе? Бармайсың дедім, бітті. Зәуреш екі оттың арасында қалғандай, кетейін десе жолдасының ит мінезінен қорқады, не істерін білмей әбдігерге түсті. Әйелінің келмейтініне көзі жетіп тұрса да, үмітсіз шайтан демекші анасынан бір хабар күтіп мақсат жол қарап жүрді. Біршама уақыт өткен соң үмітін үзіп, қызы үшін ес жиып, тіршіліктің қамына кірісті. Мен ешкімнің көмегіне зәру емеспін, қызымды өзім-ақ өсіріп аламын деп намысын бір қайрап алды. Әйтсе де жаңа туған сәбиге қарау еркекті адам үшін оңайға соқпасы анық. Екеуінің күн көрісі үшін жұмыс істемесе тағы болмайды. Бірге істеген жолдастары арқылы тұрмыстан қайтқан бір әйелді тапты. Есімі Гүлмира, жасы Мақсатпен тәтелес екен. Екеуі кездесіп бірден келісімге келіп, екі жарты бір бүтінге айналды. Гүлмира кіп-кішкентай шырайлымға тез-ақ бауыр басып қалды. Мақсат әке-шеше туғандарынан ешбір қолдау күтпей, оларға ескертусіз осылайша өзі жаңа өмір бастап еді. Бұл хабар шекара асып әкесінің құлағына жеткенде, Жолдасхан ұлының бұл әрекетін ақтауға еш негіз таппай, бір жолата өз ұлынан бас тартты. Әкесі, сен де түсінсеңші енді, ол жалғыз өзі қайтсын байғұс. Мені жібер дедім, жібермедің. Жаңа туылған қыз балаға қара оңай деймісің? Оны жақтаушы болма. Мен оны осылай әр қатынның етегін ұстап кетсін деп өсірдім бе? Тым құрыса алдыма келіп бір ауыз рұқсат сұраса қайтер еді? Ол тайрандап жүреді екен, ал біз мұнда оның кесірінен ұяттан жерге кірердей болып жүреді екенбіз ғой, солай ма? Ақыры бізді керек етпей өз шешімін қабылдап өзімен өзі өмір сүрер екен. Демек менің де ондай балам жоқ. Бұдан былай бірден біреуің оның атында атаушы болмаңдар. Жолдасхан осылай өз шешімін айтты. Оның екі сөйлемейтінін, алған бетінен қайтпайтынын бәрі жақсы біледі. Зәуреш ұлының жолына термілеу күтіп күн өткізіп сары уайымға салынып жүр. Ана жүрегі баласы үшін шыр-пыр болып, жанын қоярға жай таппай жүр. Ауылдың бәрі түгел Мақсаттың туған еліне барып мүлдем басқа адамға айналғанын айтып өсе кетуде. Бұл сөздер Жолдасханның баласына деген ашуы жасын одан сайын қоздыра түсуде. Осылайша әке-шеше мен туған перзенттің жолы екіге айырылды. Гүлмира туған анасы бас тартқан шырайлым қызға жақсы күтім жасап жүрді. Мақсаттың қызына қарауға шамасы жоқ, бірнеше жерде жұмыс істеп жүр. Осылай жылдар өте шықты. Шырайлым 3 жастан асты. Тілі тәтті, өзі сүйкімді қыз болып өсіп келді. Өзі тынымсыз әр нәрсені бір сұрап Гүлмираға маза бермейді. Осымен біздің әңгімеміздің жалғасы бар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.